Сәлеметсіздер ме? Ильяс Жансүгіров атындағы орта мектептің тәрбиешісі Шайсупова Маржан. Білім саласы таным бөлімі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Ұйымдастырылған оқу қызметі заттар тобын салыстыру, заттың санын цифрмен сәйкестендіру. Мақсаты заттың санын цифрмен сәйкестендіруді жалғастыру. Заттар тобының тең және тең еместігі туралы ұғымдарды дамыту. Математикалық жұмбақтарды шешуге үйрету. Балалар, орнымыздан тұрып, амандасып алайық. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте, good morning. Шаттық шеңберін құрамыз. Кел санамақ санайық, саусақтарды даралап. Бас бармағым алғашқы, балан үйрек жалғасы. Ортан терек кезекші, шылдыр шүмек көмекші. Шына шағым балапан, бәріне ортақ алақан. Бүгінге ұйымдастырылған оқу әрекетіне Мақта қыз бен мысық бізге тапсырмалар алып кетті балалар. Тапсырмаларды бірге дайындауға дайынбыз ба? Дайынбыз, ал кеттік. Бірінші тапсырма 1-ден 5-ке дейін сана дейді. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді орысша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Ағылшын тілінде де санауды білеміз, балалар? 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсыңдар, балалар. Ал келесі тапсырмасына қарайықшы. Сәйкестендіру дейді. Яғни заттың санын цифрмен сәйкестендір дейді, балалар. Бір цифрын қай затпен, яғни қай сүйретпен сәйкестендіреміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Тоты құспен. Себебі тоты құс біреу бір цифрмен сәйкестендіреміз. Ал екі зат қайсы зат? Дұрыс. Алмұрт. Алмұртты 2 деген цифрмен сәйкестендіреміз. 3 деген цифршы. 3 деген цифр. Құстар, Құстар мен құстар 1, 2, 3 екен. Оны 3 санымен сәйкестендіреміз. Ал гүлдерді санайықшы. 1, 2, 3, 4. Гүлдерді 4 санымен сәйкестендіреміз. Ал көбелектерші, көбелектер 1, 2, 3, 4, 5. 5 екен. Оларды 5 цифрмен сәйкестендіреміз. Ал тапсырманы дұрыс орындадық бекен, балалар, жарайсыңдар. Дұрыс орындадық, Келесі тапсырма дәптермен жұмыс екен. Дәптерлерімізді ашып, дәптермен жұмыс салыстыр дейді. Сюжеттегі барлық балаларға машина жететіндей толтырып сал дейді. Балалардың мұнда неше бала бар? Неше машине бар? Балалардың бәріне машине жете ме, балалар? Жоқ. Неге? Себебі балалар нешеу? 1, 2, 3, 4. Ал машине нешеу бізде? 1, 2, 3. 3 ал балалар бізде артық. Машине кем. Сол үшін ол жерге біз машине, бір машиненің сюжетіні салып беруіміз керекпіз. Мінекей. Дұрыс, балалар. Енді машинеде 4 болды. Балаларға жеткілікті болды, Келесі. Балалар, тапсырмаларды орындап, шаршап қалған шығармыз, Орнымыздан тұрып, сергіту сәтін жасап жіберейік. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға
басамыз, алақанмен соқ соқ соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ топ топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ соқ соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ топ топ. Жарайсыңдар балалар, кішкене сергіп алайық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырма заттар тобын салыстыр дейді, я балалар. Ал көрейікші заттарды тең, тең емес, тең деген белгілерді қойыңдар деп жатыр балалар. Мысықпен мақта бізге. Мақтағыз. Ал бұл жерде алма неше бізде балалар? 1, 2, 3, 4, 5. Доп 1, 2, 3, 4. Дұрыс. Бұл жерде қай зат көп бізде? Алма. Яғни алма доптан артық. Артық белгісін қоямыз. Екінші сюжетті қарақшы. Балапан нешеу? Екінші қатардағы. Балапан бізде 2. Ал ара нешеу? Арада 2 екен, я балалар. 1, 2, 1, 2. Екеуі бізде тең. Жарайсыңдар балалар. Ал ең соңғы қатардағы, үшінші қатардағы тапсырманы қарайықшы. Гүлдер 1, 2. Торт нешеу бізде балалар? 1, 2, 3. Үшеу екен. Яғни бұл жерде бізде гүл кем деген сөз, я? Ал торт артық. Тапсырманы дұрыс орындадық. Келесі тапсырмасын қарақшы бала. Математикалық жұмбақтарды шешу дейді. Ал оқып жеріне мен. Табақта 1 алма, қолымда 2 алма. Барлығын қосқанда шығады неше алма? Барлығын қосқанда қолымыздағымен 1, 2, 3 алма шығады. Я балалар, санаймыз. 1, 2, 3. Дұрыс. Келесі жұмбақ. 3 алмұрттың біреуін досың сұрап алады. Айтшы сонда нешеуі өз қолыңда қалады. Балалар, сендерде 3 алма болды. 3 алмұрт болды. Оның біреуін досыңа бердің. Сенде нешеу қалды? 2. Дұрыс айтасыңдар балалар, я? Дұрыс. Мен балалар кішкене ойнай жүрейік, я? Цифрлар қайда жасырынған? Сюжетті мұқият қараймыз. Цифрларды табу керек екен. Қай жерде жасырынып тұр? Кім көрді? Мен ағаштағы цифрды көрдім мысалы. Бұл жерде қандай балалар? Цифр жасырынып тұр. 3. Дұрыс. 3 цифр. Есіктің жақтауына мұқият қарайықшы. Қай цифр тұр? 2. 2 ме? Жоқ. 1. Дұрыс айтасыңдар балалар. 1 екен, я? Ал көлде қандай цифр жүзіп жүр? 5 пе? Жоқ. 2 екен, я? Аққу 2-ге ұқсап тұр. Терезеге қарайық, мұқият терезеге қарайық. Терезеде қандай сан тұр? Цифр? 4. Я балалар, 4 цифры. Жарайсыңдар. Ал шатырдашы балалар. Үйдің шатырында 5. Ой, жарайсыңдар балалар. Барлық цифрды таптық, я? Балалар, бүгін біз не білдік? 1-ден 5-ке дейін санауды қайталадық. Заттың санын цифрмен сәйкестендіруді үйрендік. Математикалық жұмбақтарды шешуді үйрендік. 2 топтағы заттарды сәйкестендіруді жаттығуын үйрендік, я балалар? Жарайсыңдар. Бүгін барлығымызда ұйымдастырылған оқу қызметіне үздік қатыстыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңдар. До свидания. Goodbye.